Ассалаумағалейкум, баршаңызға сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай песочный самса пісіретін боламыз. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымыздың үстіне сары майымызды үккіштен өткізіп аламыз. Және де сары майымыз міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан сары май болу керек. Мінекей сары майымызды үккіштен өткізіп болдық. Енді сары майымыз бен ұнымызды жақсылап екеуін араластырып, біріктіріп қамыр илейтін боламыз. Мінекей осылай үгітіліп тұру керек. Одан соң салқын суымызға тұзымызды салып, екеуін араластырып аламыз, тұзымыз ерігенше. Мінекей тұзымыз еріді, енді құйып аламыз. Одан соң жұмыртқаларымызды салып, барлығын жақсылап тұрып, араластырып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей дайын болды, осындай қамыр шығатын болады. Енді дайын болған қамырымызды тоңазытқышта сақтап тұрамыз, оған дейін начинкамызды дайындап аламыз. Мен салмасын асқабақпен жасайтын боламын. Асқабақпен жасасаңыздар өте дәмді, тәтті болып шығады. Ең алдымен осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай пиязымызды турап аламыз, майдалап. Мінекей пиязымызды турап болдық. Енді пиязымызды бөлек ыдыста осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызбен мыжып аламыз. Одан соң асқабағымызды 4-5 етіп турап алатын боламыз. Мінекей барлығын турап болдық. Енді дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып аламыз. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Мінекей дайындап алдық. Енді таразыға 40 граммнан өлшеп аламыз. Егер де сіздерде таразы болмаса, көз өлшемімен жасай берсеңіздер де болады. Мінекей енді барлығын осылай дөңгелетіп аламыз. Одан соң листімізді дайындап алатын боламыз, майлап. Сіздерде пергамент қағаз болса, соны қолдансаңыздар болады. Енді қамырларымызды жайып аламыз, қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Қалыңдау болса өте күшті болады песочный тесто болғаннан соң. Мінекей қамырларымыз жайдық, енді бетіне салмаларын салып аламыз. Одан соң видеода көріп тұрғандарыңыздай түйеміз. Өріп түйсеңіздер де болады, 3-5 қылып жасасаңыздар да болады, әркім өз қалауымен. Енді самсаларымызды жаңағы майлаған листімізге орналастыратын боламыз. Мінекей барлығын орналастырып болдық. Енді бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқамызды жақ болғаннан соң кунжут немесе макты пайдалансаңыздар болады. Сонымен әдемі көрінеді самсаларыңыз, бірақ менде болмаған соң қолдана алмадым. Енді самсаларымызды 150-180 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей самсаларымыз да пісіп шықты. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай болады. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.